әкей батса жей береді, әкей батса жей береді. Тамақ жейсің ғой, көрінген нәрсені жеп тойып қаласың, қазір тамақ піскенде жейтін адам таппаймыз. Содан кейін жататын кезде осы жаққа қарай шұбырады. Тамақ жемеп еді, тамақ жемеп еді, тамақ жейші деп. Осы не әдет болды екен осылардікі. Ұрыспайын десең ұрыспайын. Өйтіп шыдатпайсыңдар ғой. Содан кейін сәліп қалам, содан кейін мына жаман қатын болып шыға келем. Жұрттың бәрі жеп жатыр мені әлі. Анау әлі айқайлайды екен, ойпырмай блогер сымақ бір қатын да жазыпты мені. Анау тек балаларына үйтеді екен, бүйтеді екен, кошмар деп. Кошмар болсаң өзің кошмарсың. Әй, ұрып соғып атырын ба сендерді солайшы? Көздерін қойып атқан жерін жоқ. Бас сен, басыңға. Басқа нәрсе айтайын деп отырмын. Ай, бұл жаңа өткенде кафеге бардық. Кафеге барардың алдында мыналар тойғызып алып бардым ғой сол жерге. Содан кейін заказ беріңдер дейді. Bir ортаға фри әпердім. Қуырылған картошка құмар ғой. Соны әперді. Ай, бір-бірден абайсыңдар, жемейміз, тойып отырмыз дейді. Тойып отқан не кафеге кеп дейді да ол. Мен олар тойғызып алып шықтым дедім. Сен есің дұрыс па? О, неғып тойғызып алып шықтың кафеге дейді. Мен кафеге келгенде жаппай бәріміз тамақ жейтін болсақ, қазір 30 000 теңге тастап шығасың ғой. Ел көріп, жер көрсін, болды, қайтады дедім. Сонымен сенің істемейтін жоқ, фифа-фафа. Бір напиток алдық, оның да құнына құдай біледі бар ғой. Сонша қосатын болды екен, е? Я сендер сонша қоспақ қойын, мен апарып берейін де сендерге магазиннен көнігеші. Ал берекеден оптым алғандар деген үстіне қоспасаңдар да болады ғой. Мейлі қоя берші, сондан бір напиток алып іштік. Мен де тойып ағам үйден барып отырып ортаға бір шайшылық алып жедік. Мынандай шайнекпен 10 кесе шай ішкем ғой. Мынандай қып әкеледі екен, осындай мен ішкем. Содан 400 теңгеден 4000 теңге болыпты ғой. Балалар айтады, 5 шәугім шай ішсеңіз бір пицца алып жейтін ек қой дейді. Рас айтады. Ол аздай су құйып ағам мен өзімнің сумкама. Оны іштік арасында. Пішіне сабаған мұрагерге. Ол оны жеп алды. Одан үйге келгеннен кейін қарнымыз ашты дейді. Әй, жаңа кафеден келдім ғой. Сөйтсем ояқта біз жаңа фриден басқа. В общем, үйде отыра берген артық па дедім ғой.